Бір кісі өз әйеліне сондай бір тыжыранып, өшпендікпен қарамасын дейді. Өйткені оның бір мінезі ұнамаса, басқа бір мінезі ұнап қалуы мүмкін. Көп жағдайда ер кісілерде кездеседі. Адам өзінің сүйіп қосылған жұбайы бір кездері келеді, бір жерлер ұнамайды, бір мінездері ұнамайды. Дене мүшесінен бір нәрсе ұнамауы мүмкін, қылығынан, іс-әрекетінен бір нәрсе ұнамауы мүмкін. Бірақ оның басқа бір іс-әрекет немесе мінез құлқы бізге ұнауы мүмкін. Адам толыққанды 100%-лық 4 құбыласы тең адам болуы мүмкін емес екен. Ол ер адамның өзінде де ондай кемшілік бар. Сол үшін адам өзінің қосылған жұбайы, балаларының анасына құрметпен қарау керек екен. Әйтпесем бұл өмірде отбасы деген нәрсе сақталуы мүмкін емес. Халқымызда ана бір қолмен бесікті, екінші қолмен әлемді тербетеді. Өзімізде өсіп жетілдірген, бағып қаққан, тәлім тәрбие берген ол әйел баласы, ана. Сол үшін біз балдарымыздың аналарына, болашақ елдің, халықтың анасына құрметпен қарауымыз керек екен. Олардың қателік кемшіліктерін кешіре білуіміз керек. Және бір нәрсесі ұнамаса, екінші бір нәрсесі ұнауы мүмкін. Ұнамаған нәрсемізде біз үшін бір қайырлы жақсылық болуы мүмкін ода жатқан. Сол үшін барлық жұбайларымыздың қателік кемшіліктерін жіпке тізе беруге болмайды екен. Оларды да кемшілікпен, кешіріммен қарау керек. Оларға да қолпаштау көрсетуіміз керек. Өйткені біздің балаларымыздың анасы, біздің тірегіміз, біздің екі дүниемізге де бұлардың өмірі өте қатысты. Жақсы әйел жаман адамды адам қылады, жаман әйел жақсы адамды ада қылады деген бар. Көрге де сүйрейтін, өрге де сүйрейтін осы әйел балдар. Әр қайсысына өзіне сай өзінің жұбайы болады, өзінің әйелі болады, жары болады. Сол үшін егер оларда бір кемшілік болып жатса, демек ол бізде де бір кемшіліктер бар деген сөз. Бір-бірімізге сай екенбіз. Бір-біріне адам баласы сай болады. Тең-теңмен, тезек қабымен деген бар. Сол үшін оларға да кешіріммен, мейірмен қарап тек жақсылық жасауымыз керек екен. Біздің бала шағамыз бізге құрмет көрсеткен, дұрыс тәрбие алғанын қаласақ, иншалла.